Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін кешкі асқа тартылған еттен ерекше бір тамақ жасап көрмекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептерде бөлісетін боламын. Ең бірінші пюресін жасаймыз. Картопты екіге бөліп, кейін салқын су құйып, газға жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал енді тартылған етімізге бір дана пиязды майдалап турап қосамыз. Татымына қарай қара бұрыш, тұз қосып жақсылап араластырып аламыз. Кейін дәл видеодағыдай дөңгелектеп аламыз. Картоп пісіп шықты, кейін суын төгіп, татымына қарай қара бұрыш, тұз қосып жақсылап езгілеп аламыз. Қаласаңыз, сары май қолданып жасасаңыздар болады. Пюре сәл суығаннан кейін бір дана жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Ал енді формамызды күнбағыс майымен майлап аламыз. Картопты дәл осылай дөңгелектеп орналастырып шығамыз. Картоптың бетіне кішкене орын ашып, жаңағы дөңгелектеп алған фарштарымызды орналастыратын боламыз. Ал енді қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Енді бетіне подлив жасаймыз. Қызып тұрған майға пияз бен сәбісімізді жақсылап қуырып аламыз. Татымына қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар. Және мен гарнирге күріш қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Енді подливымызды дәл картоптың үстіне құйып шығатын боламыз. Сонымен бүгінгі біздің кешкі асымыз дайын болды. Ал сіздерге видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.